Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан сарайы бағдарламасы. Бүгінгі біздің хабарымыздың қадірлі қонақтары өткен жылдың қараша айында қайталанбас 25-ті артқа тастаған қос әнші жігітіміз Мейрамбек Бесбаев және Тоқтар Серіковтер туралы болмақ. Былтыр қараша айында 25-ке толдыңдар. 25-тегі көңіл күйлерің қандай қазір? Кәдімгі тепсе темір үзетін дейді ме, қазақша айтқанда? Жақсы, көңіл күйіміз де жақсы. Ойнап күліп жүріп жатырмыз. 25-ке толғанда қандай өзгерістер болады екен өзі адам басында? Жалпы сол керемет көз көретіндей бір жүректің түбінде қалатындай өзгерістер болып жатқан жоқ менде бір. Сол 25-24 сияқты екен. Ойланудың қажеті жоқ па екен? Ойланудың қажеті жоқ, бірақ тек 25-тен асқаннан кейін барып айтуға болады екен. 25 қалып бара жатты, па шіркін 25. Не көргіңіз келеді? 25-ке келді, ордабызар шаққа жақындады деп жатырсыз. Таяу күндері, таяу жылдары осы шәкіртіңіз нені көрсетеді көз алдыңызға? Қандай дүние әкеледі деп армандайсыз? Енді менің ойым, мына жұлдыз деген нәрсе, бұл жұлдыздықты көтеріп жүру, бұл оңай нәрсе емес. Мысалы, маған біреу сұрақ қойса, сіз жұлдызсыз ба десе, мен айтарым, жоқ, мен жұлдызға әлі жете қойған жоқпын дерем. Екеуінің көзінше мен сендер жұлдызсыңдар деп айтқым келмейді. Ол жұлдыздықтан, жұлдыз деген ол ауру, жұлдыз ауру деген ауру болады. Ол орысша жаңағы звездный болезнь дейді. Біреулер қалжыңдайды, у, говорят, знаменитых бывает два болезни, или звездный болезнь, или цирроз печени дейді. Сол айтпақшы, Құдай сақтасын, жұлдыз ауруынан сақтасын. Екеуі де айттым ғой, жаңа Тоқтар балам мысалы қарапайым қазір малшының баласы. Оның жұлдыз ауру болмайтынына мен кәміл сенемін. Мен оны айттым жаңа, мінекей 15-16 жыл мен тәрбиелеп келе жатырмын. Жаңа жаманнан алыстатам, жақсыға жақындатам оны. Оның жүрегі, оның биязылығы, мына үлкенді кішінің сыйлаулығы, мен оған кәміл сенемін. Ал екеуі енді келешек, екеуі енді көз жоқ жерде айтуға болады, келешек біздің қазағымыздың жұлдыз болатынына мен кәміл сенемін. Өнерде жүргеннен кейін жұлдыз болып саналатын кездер болады. Өзің жұлдыз ауру дегенді қалай ойлайсың өзі? Өзіңе жақындығы бар ма өзі? Жалпы соны айтып жатады, жұлдыз ауру деген болады деп. Табиғаттың арғысын кейбір өзек біз жұлдыз ауру қылып тастапты. Шалқайып, жасқа шалқайып жатады екен, адамға амандасып алыстап кетіпті деген. Құдай бетін арғысын ондай ауруға шалдықпай-ақ қояйық. Шалдыққандар көз бізден көрген. Енді олардың жасаған біз қайталанбай-ақ қояйық. Баяғыда бір ағамыз айтып еді. Бала байқа, араққа мас болған оңай, ертең аяғасың, атаққа мас болма, өмір бойы айықпай кетесің деп. Сол Құдай сол атаққа мас болмай-ақ қойсын. Мейрамбек ағамыз енді әлі қарапайым күйімдеміз енді. Біз ойлаймыз енді бала кезімізден жаңағы сахнаны көргеннен кейін ондай жастан өтіп кеттік қой деп ойлаймын. Енді ауыратын жұлдыздықпен. Өнердің өзі қиындығы бола ма екен? Оны байқап келесіңдер ме? Әлде сендер әлі жас болғаннан кейін оны сезіне қойған жоқсыңдар ма? Мен бұрын енді онша қиындық сезінген жоқпын, өйткені Алтынбек ағам бәрі мен үшін істейді. Өлеңдері жазып беретін. Менің жұмысым тек өлең айтып, соны жүрекпен жеткізу болады. Қазір сезіп қоятымыз өнер деген қиын екен. Қазір көп нәрсе керек екен да. Ал енді кейбір достарымыз, кейбірлер айтады, сендер осы не қиналасыңдар, өлең айта сал бітті. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен деген сияқты сөйтіп жүрсіңдер ғой дейді. Мен оған сол кезде енді төбелеске дейін бармасам да, біразға дейін барамыз енді. Өйткені өнердің қиындығын енді сезініп келатырмыз. Қазір өзіміз, қазір біреу жаңағы демеуші деген сияқтылар, ондай ешкім жоқ, өзімізбен өзіміз. Соның бәрін күн-түн әйтеуір записімізге дейін, киімімізге дейін сол өзіміз жасаймыз. Аздап қиындықтар бар, бірақ оның бәрін енді қиын деп тоқтауға болмайды ғой. Жылжи беруге болады. Тоқтар, енді сені негізінен атағыңды көтерген, жалпы халыққа көрінгенің мына Сыған серенадасын айтып шыққан кезің болатын. Енді шәкірттің Алтынбек ағаның соңына ергенің бір бөлек болып жатыр ғой. Жалпы көпке көрсеткен осы ән туралы не айта аласың? Рахмет, біріншіден ойлаймын, ол әнді енді көп азаматтар айтты, азаматшылар айтты. Мен олардың бір ерекше орындадым деп айтпаймын. Себебі қарапайым қара халықтың шапағат сонымен қолдап қорғап,
осы әнді бір менің мойныма тұмар қылып тағып беріп көтеріп жүрген бұл әнді сол ән қатарына қайтадан әкеп қосқан, қайта халықтың құлағына құйып берген менен гөрі бірінші Ұлықпан жолдасып аранжировкасын өңдеуін жасаған сол азамат. Бір келбет дұрыс емес адамға жақсы киім кисе жарасып тұрады ғой, келбетін ұмытып кетесің ғой. Сол сияқты ғой. Мына әннің де әдемі аранжировкасы келбет, ол елден ерекше ән болып, елдің аузында бір қазір тойларда айтылып, концерттердің бәрінде айтылып, ең аяғы мен соғыларым қай жерге барсам соны орындап жатады. Бұл бірінші ол Ұлықпанның арқасы. Ал бірақ әннің құдіреттілігі керемет ән, оны орындай білу керек. Ол Шәкеңнің өзінің, Шәмші ағамыздың ол керемет. Халыққа танылғаннан кейін Шәмшінің әнімен сен осы Ұлықпанмен Жолсерік деген бір керемет жаңағы топ дейміз ба, сондай дуэт құрдың. Сол енді қалай ойлайсың, қазір оның болашағы бар ма, әлде екеуің екі бөлек кететіндей жағдайлар туып жатыр ма? Осы сұрақты өткенде бір азаматтар қойып жатыр, телевидениеден де, радиодан да көп. Мен өзім Ұлықпан екеуміздің қойған мақсат бар, Құдай енді көпшілік етпесін. Біз айырса Алланың өзі айырар. Өнерде жүрген ол маған аға болып кеткен, мен оған іні болып кеткен, кейде құрдас болып кетеміз. Ол үшін айтқан кезде мына осы қазір бір адасқан сәттерде ақыл айтатындай азаматтың үлкені сол. Сондықтан Ұлықпан екеуміздің жолсерігіміз өмірі тоқтамайды. Егер оның фамилиясы Жолдасовтан өзгеріп болатын болса, менікі Серіктен өзгеріп кететін болса, Жолсерік тоқтайды сол. Оған дейін Жолсерік болып тұра береді. Мейрамбек, сенде де өзгеріс болды. Енді қасыңа өзіңнің құрдас жігіттеріңді ертіп, Музарт деген топ құрдың. Ал енді бұл туралы өзің не айтатын? Енді бұл Музартты мен құрған жоқпын, біз құрылдық. Енді ол туралы не айтамыз енді, біздің студент кезден араласқан жігіттер өте талантты. Енді бізде де сол жаңа Тоқтар айтпақшы, Құдай сақтасын, тарап кетуден қазір неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Біздің енді ойымыз ол тарап кет. Құрудың қазір. Бірақ енді Құдай сақтасын деп отырмыз енді. Музарт деп неге қойдыңдар атын? Музарт деп енді біз жаңағы түркі тілден алғанбыз. Уыз деген жаңағы паң, кербез, сал серін білдіретін болса, арт деген шың, таудың биігі деген мағынада. Біз енді талпыныс қой ол. Әйтпесе біз жаңағы біз биікпіз деген ондай мағына емес. Біздің талпынысымыз әйтеуір М дегені музыка, соны қосып. Жалпы бізде топпыз, жаңа Тоқтар айтпақшы. Біздің де жаңағы жалғыз үшеуміз ғана емес, біраз адамдар бар тағы. Жаңа уыз дегенді білдіреді деп жатырсың, биіктік дегенді білдіреді деп жатырсың. Жалпы өзіңнің өтпелі кезеңнен кейінгі даусыңның да өзгеруін Алтынбек ағаң тәтті дауыс деп теңеді. Өзіңдегі қазір дауыстың екпін мен ырғағы қандай? Тәтті ма, дәмді ма? Енді оны көрермен біледі, мен енді өзім дауыс мақтап айта алмаймын ғой. Шақтан өтіп баратсыңдар. Жар сүю керек, жар таңдай білу керек. Жақсы қыздарды маңдайынан шертіп тұрып. Қыздардан досым көп қыздармен араласамын. Қыздармен доспыз біз. Мейрамбекте дос, бірақ екі күннен төлесіп қалады бұл қыздармен. Жоқ, Құдай сақтасын. Қыздардың қандай мінезін ұнатасыңдар? Сөйлемейтін қыз жақсы көресің. Неге? Жалпы көп сөйлемейтін. Біздің арманымыз, Мейрамбек екеуміздің арманымыздан қызды айтсақ, тіл жетпейді. Сонда сендер періштені армандайсыңдар ма? Жоқ, періштенің бер жағында болса да жетеді бізге. Періштенің хотя бы маңайында болса екен. Жоқ, қыздардың қандай мінезі? Бірінші қазір өнер деген өзі бір қыл көпірдің үстінде тұрған дүние ғой. Сәл аяғың шалыс болсаң қисайып құлап қаласың. Құласаң қайтып тұру да қиын. Құлаған жердің үстіңе біраз нәрсе ілестіріп шығасың, қалдың алып тағы жүру тағы қиын. Сондықтан біздің өнерімізді бірінші бағалайтын халық қой. Екінші үйдегі жарымыз болу керек қой. Сол үйдегі жарымыз жақсы бағалай білсе, өнер ол халықта солай бағалайды. Егер әйеліміз тырысып, сенің ан жаққа Ақтөбеге гастроль бар ма, сен Жамбылға бар ма, ол жақта көп шығар, Семейге бар ма, Астанаға бар ма деп отыратын болса, етек жеңмен жалғасып бірге елесіп, самолеттен ұшып бірге баратын болса, ондағы өнер болмайды өзі.
мен сөйтіп ойлаймын. Сондықтан Жалпы енді концертте болсын, жалпы кез келген көпшіліктің ортасында болсын, қыз балалардың қаумалап сендерге деген ықыласы бөлек болып жатыр. Оның барлығы әрине сендерге деген сүйіспеншілік қой. Енді солардың ішінен бір тамаша мінезі де жаңағы өздеріне лайықты жаңағы ойлағандай болатын бір қимыл мінездері де жарасқан адамдар болған шығар. Қыздардың бәрі. Енді ол ондай кезде қарап та үлгере алмайсың ғой. Ән айтқан кезде Мейрамбек қандай сезімде боласың? Мәселен, махаббат туралы, жастық шақ, алғашқы махаббат туралы әндерді енді жақсылап тұрып айтасың ғой. Сол кезде біреудің көзіне қарап отырғанды, немесе жалпы әдемі қызға қарап мейірлен айтып тұрған кез бола ма өзіңде сәттер сахнаға шыққанда? Сахнаға шыққанда көбінесе енді қыздарды көре алмаймын. Өйткені алдыңғы қатарда үлкен кісілер отырады да, арт жақ светті өшіріп тастайды. Онша көре алмаймын, бірақ енді Іздейсің. примерно қараймын мен. Осы жерде отыр-ау деп. Бірақ сеземін мен клип өтіп отырғанын. жатады ғой бұның. Енді өлең айтқанда әрине бір ән болсақ, сол әнді ішіңнен айтып жатқанда бір адамға арнағаның белгілі нәрсе ғой елдің бәріне де. Құрдан құр сөзіне қарап айта салу жоқ қой. Сол адам еске түседі, әртүрлі жағдайлар. Тоқтар, алғашқы махаббатың қай кезде кездесіп еді? Есіңде бар ба? Алғашқы махаббат дейсіз бе? Ой, Мектепте болатын шығар енді. Мектепте ғой алғашқы махаббат. Бәрімізде мектепте болады ғой. Мен алғашқы махаббатқа есімде енді. Кездескен жоқ, хат жазысқан. Екеуміз ар кезде бір 2-3 ай хат жазысқан шығармыз, содан қойдық қой. Жақсы оқитын қыздарға ғашық боламыз ғой. Алғашқы махаббат деген қай бір. Қазіргі махаббаттың оянатын кезі болған шығар дегенмен. Қазіргі махаббаттың Шынайы махаббат. шынайы махаббат бір оянды ғой. Жар сүюге қазір дайынсыңдар ма? Отбасын құруға, жанұя деген шағын мемлекет құруға. Мейрамбек 100% дайынбыз. Қыздар дайын болса ма? Қыз дайын болса, біз дайын деген сияқты ма? Өткенде осы сұрақты мен жауап берейін деп жатсам, Сәкен деген жігіт бар, Музарт біздің топта. Сол айтады, Мейрамбек, сенің көзің түпсіз терең деген тұңғиықтан жаралған Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар ғой. Сол өлеңдегі сөзде қызды іздеп жүр дейді. Енді ол қыз болса, біз дайынбыз ғой. Мен өзім сонда жүрегім егізбет деген әндегі кейіпкерді іздеп жүрмін. Егізін тапсам, сол менің жүрегімді түсінетіндей, өнерімді түсінетіндей бір адам болса. Енді қазір бар болған 25-тесіңдер, иә? 30-ға дейін енді сендерге осы шағын мемлекетті құрып, балашаға сүю керек шығар. Сондықтан да енді қашанғы дейін іздеп, кезіп жүре береміз. Іздегеніміз негізі мен таптым. Сияқтымын десе. Бірақ енді тағы жолдан кездесіп қалудан Құдай сақтасын деп жүрмін. Содан айырылғың келмейді ғой. Жоқ, айырылғым келмейді. Атын айтпаймын. Сұлу ма? Сүйкімді ма? Тоқтар таниды оны. Жоқ, енді көрермендерімізге айтып берсе, Мейрамбектің сүйген сұлуы қандай екен деген әрбір қыздың қазір көкірегінде бір арман отыр. Сен өзің кескің келмейтінін айта аласың ба? Ол қыз жөнінде мен айта аламын, мен Мейрамбек айтса мақтанғандай болады да. Ол қыз Мейрамбекке қалай қарағанын білмей жүрмін де, Мейрамбек ғашық болады ғой. Ол қыз Мейрамбекке қалай қарады екен, соған таңғаласың да. Періште қыз да бір әп-әдемі. Әдемілігімен ақылдылығы әдемілігіне сай қыз. Алла адастырмақ қойса екен деймін. Жануар ажарың ақ күмістей, сұлу болса сүйген жар ақ жүзбей. Еркелігі ер мінез ер қылығы, болса ғажап ашық пен таңғы көздей. Жолын сілтеп жіберші асыл құрбым, ауылы аясында жасыл қырдым.
Өткен айқай 25 сағынасыз ба? Сағынғанда езіліп кетем. Сол 25-те шіркін-ай бір ай берсе деп ойлаймын. Енді амал нешік. Оған енді табиғат оған мені жақындатпайды, ол қайталанбайтын, ол қайтып келмейтін 25. Тек қана арман, сол ойлап қоямыз. 25 өтті кетті деп жатырмыз. Ал енді 25 жасқа жеткен осы екі шәкіртіңізге жігіттік шақтың сырлы кездерін, құпия сәттерін ер азамат ретінде кейде бір сырғып айтасыз ба? Сырғып мен айтпасам да өздері сыртымнан көріп жүрген шығар. Мен әңгімемде, әндерімде барлығы жасырылмайды, айтылып тұр. Мен айтам, от болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын. 25-те ағаларың күшті болған балаларым деп қалжыңдап қоямын. 25-те көкелерің күшті болған ағаларың. Деп жаңа әннің ішіне де қосып айтып жіберемін керек болса. Сол сияқты енді мен 25 жасыма өкінбеймін. 25 жасымда мен ең бірінші жетекшілік мынау Алатау ән-би ансамблін басқардым. Менің ең жаңағы негізгі қызметім сол кезде басталған болатын. Мен 25 жасымда институт консерваторияны бітіп, жаңа тепсек темір үзетін сияқты, жаңа домбыраның құлағында ойнап, алғашқы әндерім шыға бастады мысалы. 25 жасымда менің екі балам болды, бір ұл бір қызым болды. Мен оған ешқандай өкінбеймін. Сол кездегі 25-тегі сіздің жасыңыз бен қазіргі 25-тегі шәкірттеріңіздің жасының деңгейлігі өнерде өзінің тапқан жолы әрине өзіңізді қуантады ғой. Мені қуантады. Тіптен менің ойымша сол кездегі менің 25-тегімнен қазіргі мына енді техниканың енді прогрестің өсуіне байланысты дейін ба, тіптен бұлар менен даже артық тұрған сияқты. Бір саты менен бір мысқал жоғары тұрған сияқты. Ол кезде жаңа жалаң домбырадан басқа біздің түгіміз жоқ болатын. Бұлар қазір бүткіл компьютер осылардың қолында. Жаңа Ямаханың түрлері, Курсфайл дейме, басқа дейме, бүткіл аппаратура қолдарында, микрофонның неше түрлі радиомикрофондар, біз ол кезде ондай білмейтінбіз, микрофон не екенін білмейтінбіз. Енді заман өзгеріп баратыр ғой. Өтпелі кезеңнің салқыны енді дегенмен де өнерге біраз өзінің кішкене жаңағы тигізді ғой көлеңкелі жақтарын. Осы жерде жүргенде өнерде кішкене қиындықтарды көрген кезде шәкірттеріңіздің аузынан кішкене бір өкпе артқан әңгімелері болды ма? Осы өнер қиын екен, мүлдем басқа салаға кетсем деген сияқты ойлар туындады ма шәкірттеріңіздің? Жоқ, менің жаңа Тоқтардан да, Мейрамбектен де ондай ештеңе туындаған жоқ. Бұлар менің риза болатыным алған бетінен қайтқан жоқ. Мысалы енді әзіл шыны аралас деп айтайын. Мейрамбек Күләш Байсейітова мектебінің 10-шы класынан 11-ші класқа өткен кезде көкеме мектептен шаршадым. Мен 10 жылдық менің жаңағы қолымда құжатым бар. Мені консерваторға дайындық курсына түсіріңізші деді. Апарып консерваторның дайындық курсына домбырадан күйге түсірдім. Бір жерден айтты, көкемен күйді оқымай ақ осы әнге барсам кетеді. Мен әнші болып Мейрамбекпен таныдым ғой деп жарайды. Күйшіліктен әншілікке ауыстырдым. Сол консерваторияда. Бүгін тағы бір жылдан кейін осы әншілік деген маған ұнамай жүр. Мен осы театральный институтқа түсейінші деді. Одан айдап театральный институтқа түстім Мейрамбек. Сөйтіп жүріп әйтеуір жоғары білім алды сол жерден. Бірақ өнерден жан-жаққа шашырап кеткен жоқ. Мейрамбек, сенің әншіліктен өзге тағы бір қырың, күйшілік өнерің бар екен. Осыны дамытуға өзің ойланып жүрсің бе? Күйшілік мен енді кішкентай кезімде 8-9 жылдай Күләш Байсейітова атындағы музыкалық мектептен басталды. Ең бірінші Жамбылда Глинкада оқыдым, домбырада. Ұстазым күйден Қайырбек Әділіп деген домбырашы кісі. Ал жалпы мен кішкентай кезімде Нұрғиса атам аузыма түкірген. Соңында біраз септігі болар деп ойлаймын. Ал жалғастыру күйшілікті ойымда бар, Құдай қаласа. Әзірге өзім әндеріме домбырам сүйемелеп деп сөйтіп жүрмін. Сен енді мына дуэт болып та қыздармен жаңағы әуеніңді жарастырып та тамаша бір елге көріндің ғой. Тәуір бағалдың, Жанармен шыққан, Сандуғашпен шыққан. Жалпы халықтың қабылдауына өзіңнің көзқарасың қандай болды? Немесе қыздармен менің дауысым жараспайды деген сияқты өзіңе сынмен қараған кездер болды ма? Мен енді қыздармен енді екі-ақ қызбен айттым ғой. Жанармен, Сандуғашпен. Сол шынымды айтсам, Жанармен айтқан бір екі-ақ өлеңін айттым. Қалғандар шында даусым келмейтін сияқты ма өзіме. Сандуғашпен енді білмеймін, болашақта өлең айтамыз айтпаймыз, сол бір әннің өзі жетер жеріне жетті деп ойлаймын. Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі,
көрген түстей көңілден қалайша көшеді. Бақытыма балаған, шарқылайық санаған, жан серігім жалғанда сен едің қалаған. Қиялмадым, қимадым, қинадың, ау қинадың, гүл орнына ғай деген саған мен мұң сыйладым. Қарай бердім қиынлай, қоштасудың қиынлай, қиынлай, қиынлай. Қарай бердім қиынлай, қоштасудың қиынлай, қиынлай, қиынлай. Саған ғана жан сырын айтушы едім бал жырын, бірге кешкен күндер ай мөп-мөлдір таң шығын. Шығар мекен бәрістен, көктің қанау шаң есен, жылап жатыр жүрегім, нәп-нәзік нәрестен. Қиялмадым, қимадым, қинадың, ау қинадың, гүл орнына ғай деген саған мен мұң сыйладым. Қарай бердім қиынлай, қоштасудың қиынлай, қиынлай, қиынлай. Қарай бердім қиынлай, қоштасудың қиынлай, қиынлай, қиынлай. Мейрамбек, сен енді Тоқтардың сүйген сұлуымен кездесе алдың ба? Жалпы бұл кісінің талғамы қандай екен? Күйеу баласымыз. Мен Тоқтарды күйеу бала деп қоямын енді. Жамбылдың қызын аламын деймін. Жамбылдың қызын алам деп жүр. Күйеу Мейрамбекті қатты жақсы көремін мен. Досым. Енді оңтүстік жақтан қыз алғанға өзің енді сен шығыс жақтың жігітсің, ел жерге бөліну жағына қалай қарайсың? Сол ғой, сол бөлінбесін деп екі ел тату болсын деп жатырмыз ғой. Мен өзімнің үйде шешемнің айтатын сөзі бар. Балам, ауылдан қыз алмай ақ қойшы, атарбымен барып жалықтық, пойызбен бір барайықшы дұрыс деп. Сол құданы алыстан таңдап жатырмыз. Өнерде жүрсіңдер, жалпы жетістіктерінде жаман емес, енді жеке өздерің материалдық жағдайларын жасай алдыңдар ма? Көліктерің бар шығар, үйлерің? Көлік бар, Тоқтарда да, менде де. Көлік екі-екіден демініп тастадық. Көлік бар, үй бар, Құдайға шүкір, жағдай жақсы. Оған енді үлкен азаматтар көмектесіп жатыр. Мен өз басым айта аламын, маған оңтүстіктің жігіттері, Шымкенттің жігіттері, Созақ ауданының жігіттері. Тоқтар айтып отыр, біраз өнер адамдар өзімізше бір іш пыспасын деп карта ойнағанбыз. Сөйтсем Тоқтар айтады, көке біз осы неғып өнер адамдар жылай береміз, ақша жоқ. Мына жерде бір клиптің ақшасы жатыр ғой деп күліп жатырмыз да. Клип демекші, клип түсіру қашан ойларыңа келеді? Ел әптен сүріп бітсін сосын. Екеуміз түсірейік деп. Елдің клипі ұнамай жүр ғой деймін соған. Сол әптен бітсін, соның бәрінен бір идея ұрлап, содан бір екеуміз түсірмесек. Ұрлаған дегенде жақсы демейсіз бе? Ұрлағанда іштей ұрлаймыз ғой. Мен де қасында сұрап жатырмын. Ал енді Мейрамбек жалпы жаңағы үш жігіттің, Музарттың енді жаңағы мөлдіреген көзге, жаңағы тұп-тұнық, жаңағы шөлдеген ерінге, қап-қара жан баспаған қара орманға, енді тамаша енді сұлу қыздар жинақтап бір Музарттың тамаша клипін жасауға болады ерінен ғой. біреу сүйіп кетпей тұрғанда, қара ормандардың өртеніп кетпей тұрғанда түсірбәсіңдерші. Енді ақша мәселесі қиын болып отыр. Енді түсіруге болады клип, бірақ біз жаңағы арзан-парзан қылып жасай салғымыз келмейді да, енді түсіргеннен кейін дұрыстап түсіргіміз келеді, жаңағы рахат бауырымыз сияқты қылып. Мәскеуге барып, қымбаттау қылып. Енді оған кішкене қазір тиын-тебен қарастырып жатырмыз. Салматың ішінде түсірсек те, бір ағайынды Богачевтардың түсіріп жатқан клип өте әдемі ғой. Түсіреміз ғой, өзіміз де түсіреді, неге түсіре алмайды. Соның кішкене қаражат қазір біз өзіміз жинап жатырмыз ақша. Концерттерге шығып. Сыған серенадасына клип түсіретін болсаң,
жоспарың қандай? Сыгандарды іздейсің бе? Жоқ, мен осы сыгандарды іздемеймін. Ол клиптің уже мезгілі өтіп кетті ол әннің. Қазір әр қазақтың көзінде, әр қазақтың жүрегінде өзінің клип ойнап жатыр. Себебі Шәмші ағамыз бір Изольда деген сығаннан келіншегіне ғашық болған ғой. Сол жөнінде уже бәрі халық біледі. Қазір бір емес 3 әнге клип дайын. Құдай қаласа міне ақшасы да аударылып жатыр. Жақында ол ән басталады 3 әнде. Бірақ бірінші әннің осы Құдай қаласа жақында осы менің концертім бітсін деп отырмын 14 сәуір айында. Осы ағаларымның қолдауымен, өзімнің өнердегі ұстазым әкеміз көкемнің Алтынбек көкеміздің қолдауымен 14 сәуір күні мен жеке концертім болайын деп жатыр. Оған менің өзімнің өнердегі де өмірдегі егізім Мейрамбек қатысады, ұстазым Алтынбек көкем қатысады, біраз әншілер қатысады. Сонан кейін бір үлкен халыққа айтып өтетін ұстаз көрген шәкірт бақытты ғой. Сол ұстазың істеген істемесе де айтқан жасау үлкен бақыт деген ниетпен осы концертімде көкеме деген үлкен менің сый сияпатым болсын деп мен бір кішкентай шәкірт таңдап жатырмын. Сол көкемнен сүйініш сұрап сахнаға алып шығайын деп жатырмын. Ол бала кішкентай. Аққудай қатар жүрген теңіздегі көңілім алушы сен іздедің біле алмай отырмын бәрібірде жүрегіммен егіспеді жүрегіммен егіспеді жүремін өзің жайлай күнді ойланып шығамын кірпігіммен түнді ойланып келем де айтайын деп қаншама сөз қалады құрғыр мына тіл байланып құрғыр мына тіл байланып Сендерде үнтаспа деген дүниелерді шығып жатқан шығар? Әйтеуір Мейрамбек төртеу шығарып тастады. жоқ құдай мен Бір машина алды ғой. біреуіне енді жеттім қазір жақында ғана Бозторғай Біреу деген шығарды, пираттар төртеу шығарды. сол барымташылар сондайлар қаптап жатыр. Солардың арқасында мен 4 рет 5 рет шығарып қойдым кастаны. Бірақ аты өзгерген жоқ. Бір кассета Бозторғай деген. Менікі де сондай жағдай. Менікі жүрегімнен егізбеді деген ең бірінші альбом шықты. Енді Құдай қаласа міне беріліп қойды. Жақында 10-15 күннен кейін дайын болады. Айналайын деген екінші альбом шығады. Айқай 25 деген концертті жалпы осы өнерде жүрген біздің азаматтарымыз өткізе қойған жоқ. Мейрамбек пен Серіктің бұл алғашқы тырнақалды дүниесі. Осыны көрсету арқылы сіз не айтқыңыз келді халыққа? Мен енді бұны айтқым келгені, бағана басында айтып кеттім, бұлақ көрсең көзін аш деп. Мен тағы да жаңағы мынау өзіне шәкірт тәрбиелеу жөнінде өзімнің әріптестеріме бір құлақтарың түрік жүрсін демекшімін, көздерің ашық жүрсін демекшімін. Әр өнерпаз, әр сазгер немесе әр үлкен лауазымды әртістер өзінің артынан шәкірт етсе, біздің қазағымыздың өнері тек қана гүлденетін еді. Осыны мен тағы да бір дәлелдеп бермекшімін. Көкелерің жаңа бір сөзінде айтып отыр. Кезінде жаңа алдыма отырғызып, жаңа тіземе отырып өскен балалар еді. Енді мен солардың тізесіне отырғым келеді. Неге таласатынбыз? Көкелеріңді қашан қуантасыңдар? Ондай арманын қашан орындағыларың келеді? Көкем аман-есен 70-80-ге келсін соң қуантамыз. Өмір бойы қуантуға тырысамын. Ренжіген кездерің бола ма? Көкеме ма? Иә. Құдай сақтасын. Көкемізге ренжіген жоқпыз біз. Ренжудің өзі жөн емес бізге енді. Өзінің туған баласындай маңдайымыздан сипап егемізді телқоңғырдай өсірді. Біз енді көкемізден ауылдағы ешқайда кетпейміз. Ол кісі бір бәйтерек қой. Соның көлеңкесінде жатып жемісін жесек бізге сол бақыт.
енді бізді бір бәйтерек болғанда біз жемісімізді аямаймыз. Шәкірттеріңіз сынды қалай қабылдайды? Өкпелейтін кездер бар ма? Біз енді 25-ке толдық жігітпіз ғой. Енді онысы болмайды. Екеуі де қазір енді тізгінді өздері ұстап, өзінше жортып кетсе де мен өкпелемеймін мысалы. Ол өзі табиғи заң. Мысалы оларға сен қайда барасың? Ей бала, тоқта, сен әлі баласың, жассың деп айтуға менің құқығым жоқ. Өйткені 25 жаста мінекей орда бұзатын кез жақындап қалды мінекей. 25 баяғыда мені шешем айтушы еді, әкем айтатын. 13 жасымызда біз жаугершілікке аттанғанбыз деп. Сол айтқандай ол дұрыстан нәрсе. Ал 25 деген енді айқай 25 бекер айтылып жатқан жоқ. Енді бұлар өз беттерімен кәдімгі өз тірліктерін жасауға шамасы жетеді. Бірақ енді әлде болса жаутаңдап мен жақ қарайды. Мен жақтан көмек сұрағысы келеді, аталық бір кеңес сұрағысы келеді. Мен одан еш уақытта тартынбаймын. Қайта солармен мен қуанамын. Жаңа мен алдында айтып кеттім. Мен кезінде олар менің тіземе отыратын. Жаңа машинеге таласып. Ал енді мен солардың тізесіне отырсам ба деп армандап жүрмін. Жолдасбеков ағамыздың айтқан әңгімесі бар екен, осы екі баланы өзіме бер, қол астыма алайын, үй жайын барлығын қамтамасыз етейін, маған бер деп қолға салыпты. Сіз осы төңіректе не айта аласыз? Бұл енді рас нәрсе. Бұл айқай 25-тің концерті емес еді. Бұл өткен жылы Мейрамбектің жеке шығармашылық концертін өткізген. Ол да осы Республика сарайында, өнген Астанада. Астанада концертте жаңа енді ағамызды өте мен сыйлаймын, Мырзатай Жолдасбеков ағамызды. Алдында мен басым дейіп отырам, ол кісінің білімділігіне, ол кісінің ағалығына, ол кісінің даналығына мен әр уақытта ризамын. Ол кісі сахнаға шығып айтқан рас, шықты айтты, мына Алтеке, Мейрамбекті тоқтарды маған бер, мінекей мынау Евразия университетіне екеуінде қызметке аламын, екеуіне үй жай беремін деді. Мен екі балаға айттым, айналайын, жолдарың ашық, барам десеңдер барыңдар. Бірақ білмеймін, бұл екеуі енді өздерінше шешіле алмады. Шешіліп барамыз деп айта алмады. Сонымен ағамыз қазір өкпелі болып жүр деп ойлаймын мен. Бізге өкпелеп жүрген сияқты. Бірақ мен айттым, жолдарың ашық, барам десеңдер барыңдар дедім. Жанып кейде өртелетін ой пәләй, сағындырған 25. От болатын, жоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой пәләй, сағындырған 25. Күнде ойын, күнде думан, сұлу іздеп арман қуған ой пәләй, сылқым сері 25. Жоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой пәләй, шындап бері 25.